Tағы да бақтарыңызға сәлем. Бұл влогтың екінші бөлім. Мен қазір терезелердің алдын сүртіп шығамын, азықтар дауыстар болса. Көмегіме қойыңыздар, мына жерге мен шағып алған өзінен өзі толы. Короче, сол. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, колокольчик басуды тағы да ұмытып кетпеңіздер. Видео басталмай тұрып лайк басуды, комментарий жазуды, колокольчик басуды ұмытып кетпеңіздер. Енді кеттік. Достар, мен трубкамды су әкелдім. Мен сүртіп алатын боламын қазір. Үйдің алды біздің көптен сүртпей кеттім. Терезенің алды шаң болып жатыр. Ақбақшы менің мамам осындай өте жаппар. Күшті өте жаппар. Шашты өтіп кепті. Бұлауға боламай білмеймін. Бірақ көппен аламын. Менің мамамның басы ол басы деп бұл. Шашу аңызат. Бұла болды. Бұла болды таңертең тұрған жерде. Сіздердің шаштарыңыз қандай? Менің шашым жұқа мысалға. Сіздердің шаштарыңыз жұқа ма, қалың ба, комментке жазып кетіңіздер. Ал жұқа болса, плюс қалдыңыздар. Қалың болса, аңызат қалдыңыздар. Бүгін ақ қалдыңыздар. Мен мамамның ерінге жағатын заты. Есі прям күшті. И мынандай. Ал Кико мне оны күшті емес. Ол бізде 0,4. Міне 0,4. Енді анақонда. Ол бізде рак. Осындай түсті. И спонж. Міне осындай. Мынандай бар. Духи. И потом мынандай карандаш. Сосын мынандай базама осындай. И мынандай тұрмағаны мынандай. Ол бізде мынау бір деген. Мынау бір міне. Мынау екісі. Короче, мынаны да ма қарашат дейсіңдер.